Динараның тойы алдында бір сылтаулармен Асылбек Алматыға келіп кетті. Кездескенде көңілінің сынық екен байқаған ол Айжаннан не болған білгісі келді. Айжан оған рахметін айтып, сен маған ренжіме, Асылбек, мен көп ойландым. Менің сөйлесіп жүрген адамым бар. Сондықтан маған енді алаңдама. Дегенде Асылбек айтқанына сенбей біраз отырды да, сенбеске амалы болмады. Егер мені сол адаммен 100-100 кездестірсең ғана сенем, әйтпесе мен сені ешкімге бермеймін, деп отырып алды. Сендерді кездестіріп, Төлеген мен Бекежанның сайысын ұйымдастырар жайым жоқ. Сенбесең өзің біл, ерік өзіңде, деп еді. Тіке сөйлейтін Асылбек, олай болса, сен бәрібір Динараның тойына келесің ғой. Сонда лақтай бақыртып алып кетем, айтпады деме, деп отырып алды. Ойланып, амалы құрыған Айжан ертесіне Батырханды жуындырып, әдемі киіндіріп, жанына ертіп, Асылбек шақырған кафеге келді. Амандасқан сәтінде де күнге күйген күректей алақанымен Батырханның саусақтарын сығып амандасты. Хал қалай күйеу бала, сен өзің күн көзіне көптен шықпағансың ғой, деді мысқылы аралас кекесінді үнмен. Батырхан да қаймықпай тура қарап, Алматыда күннің көзі ашық бола бермейді. Біздер сіздерде емес, жауынға жиі жуылып өскенбіз ғой, деп Асылбектің күнге тотыққан бет-әлпетіне көз салып өтті. Ұтымды жауап, ризамын. Кәне келіңіздер, столға жайғасайық, ашық сұрасайық, жақын білсейік, деп дәмге шақырған Асылбек, сонымен дәмдас үстінде 50 грамнан алдырса қайтет. Батыр бауырым, шынымды айтайын, сен маған ұнап жатырсың, деп жымия күлді. Рахмет, ұнадың дегенге сынып қалатын қыз емеспін. Асеке, сол грамдатып жақында жазылғанмын, жасырмаймын. Онда да Айжанға көп рахмет. Керек десеңіз, өзіңіз алдыра беріңіз, деп өзіне сенімді отырған Батырханға Айжанда риза болып, жанына жақында отырды. Жігітпіз ғой, бәке, бүгін ауырамыз, ертең жазыламыз, уайым қылмау керек, деп Асылбек қайрауын әрі жалғастырды. Алайда онысын Батырхан жақтырмай, Асеке, бізде Аралдың тұзы мен Байқоңырдың ракеталардан тарайтын уына қақталған балықтай адамбыз. Айттым болды, ары созбайық, деп кесіп айтты. Жарайт Батырхан, Нұрдәулет пен Динараның тойына Айжанмен бірге келетін шығарсың. Келіңіз, қарсы аламыз, деп суыртпақтады Асылбек. Жоқ, оқуыммен қатар бір баспаға жұмысқа жаңадан орналасқанмын. Бара алмайым, жол сапармен Астанаға кетейін деп отырмын, деп шынын айтып, алдындағы кеседегі шайын тауысып, менің уақытым бітті. Егер Айжан қалам десе, ары қарай әңгімелесе беріңдер. Мен тұрайын, деп орнынан қозғалғанда Айжанда қалмайтын ниет танытып, Батырханды қолтықтап кафеден бірге шықты. Шыға беріске дейін бұларды шығарып салған Асылбек одан әрі телефонда әлде кіммен тістене сөйлесіп жатты. Айжан әлі күнге дейін Асылбектің сол айтқанын аса жақтырмаса да, оның мінезін біле тұрып, Динараның тойына бекер бардым деп өзін әлі күнге сөгеді. Тойға келмегенде мүмкін өмірі өзгеше болар еді. Әттең, Алланың жазуын көрме көріңе кірмесін дегендей, бәрі сол тойдан кейін басталды. Өмірі 180 градусқа өзгерерін білгенде ғой шіркін, деп Айжан бәрін қатты қайғырып есіне алады. Иә, Динараның тойы керемет өтті. Тойда қыз жолдас болып, Айжан сол күні ерекше әдемі болып көңілді жүрді. Асылбек асаба болып, тойды керемет өткізді. Арасында келіп амандасып, сонымен Жетісайда қалғың келмейді ме, сұлуым, деп бір рет сұрады. Айжан күліп, басын шайқады да, жоқ деп ишара жасаған қалпы, күліп кете берді. Одан соң Асылбек бұлардың столына жоламады. Той аяқталып, қонақтар тарай бастағанда қызметін жақсы аяқтап, оңаша бөлмеде шай ішіп отырған Асылбек Айжанды өзіне шақырып, қашан қайтатын сұрағанда да, ойында ештеме болмаған Айжан, Алла жол берсе, ертең түс қайта Алматыға қатынайтын таксилердің біріне шығам деп шынын айтты. Жарайды, жолдарың болсын, деп тілек тілеген Асылбекке Айжан риза болып, ол туралы жаман ойлағанына өзі ұялып отырды. Ертесіне айтқан уақытында кешікпей келген таксиге міну үшін тез жиналып, келін болып жүріп жүрген Динарамен қимаса да асығыс қоштасты да, таксиге мінуге машинаның жанына келді.
Таксидің ішінде бір жігітпен алдыңғы орында бейтаныс әйел отырған көргенде, танымаса да түнде тойда болып, бірге қайтып бара жатырғандарға ұқсатып, еш нәрсені бақылауға алмады. Таксидің артқы жағында отырған жігіттің бетіне бір қарап алды да жанына отырды. Такси орнынан қозғалып, үлкен жолға түсіп, жол айырық бұрылысқа келген кезде, бұларды күтіп тұрған шетелдік машинадан шығып келіп, артқы есікті ашып, жанына отырған жігіттің бетіне қарағанда ғана Асылбекті байқап, не дерін білмейде қалды. Таксидің жүргізушісі лезде жылдамдығын үдетіп ала жөнелді. Жағдайды айтпай түсінген Айжанның жылап, жалынғанына қараған ешкімде жоқ. Сәлден соң, көрші ауылдағы бір үйінің ауласына келіп тоқтағанда ғана Айжан айқай салып, көліктен түспей қойды. Ашуға булыққан Асылбек Айжанды жоқлап жіберіп, машинадан суырып алғандай болды. Сонда да жалынып, мен саған әйел бола алмаймын, Асылбек, мен өйткені біреудің әйелімін ғой деп жалынғанына қарап жатырған Асылбек жоқ. Алдыңғы орындықта отырған әйел сол кезде ғана Айжанға күліп қарап, артық мінезіңді көрсетпеуге тырыс, сіңілім, сен келер жеріңе келдің, дегенде, сіз не деп тұрсыз, сіздер кімді басынып жатырсыздар, деп Айжан жанталаса бастады. Улап-шулап жүріп, Айжанды үйге кіргізгендер бір-бірінен сүйінші, көрімдік сұрап мәз болып жатты. Жылай-жылай жалынып шаршаған Айжан әбден талықсыды. Ең соңында жалынуға да әлі келмеген соң, бір үлкен жастағы әйелдің артына тығылып жүрмей қойғанында да әлгі апа, болды енді, неменеге бәлденесің, сенде болып талай қыз жылап, артынан жарасып-ақ жақсы болып жатыр. Асылбекте талай қыздың қолы жетпей жүрген жігіт деп, бірі Асылбекті мақтады. Енді бірі мұның әкесінің алдынан өтуге хабаршылар кеткенін, Асылбек екеуінің Алматыда кафеде күліп отырған суретін көрсетіп, мазақ қылғандай болды. Ақыры амал жоқ, Айжан көнді. Басына желек жамылып, шымылдыққа кірді. Қалған жұрт той қамына кірісті. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені бастамас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қаншада екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп-көп рахмет. Астанадан жол сапардан оралған Батырхан Айжанның күйеуге шыққанын естігенде ешқандай сенбеді. Мүмкін емес деп қайталай берді. Айжан мен Асылбектің кафе ішінде күліп отырып түскен суретінің сыртына жазылған Айжанның хатын оқыған соң, бар үміті үзіліп, іздеп барудың да жөнін таппады. Мені арақ ішкіш адам болмайды дегені ғой, соны өзімде біліп едім деп, қос қолымен өзінің шашын өзі жұлардай тарақтап отырып қалды. Ертесіне Аружанды кездесуге кафеге шақырып, кешірім сұрап, қайта достасты. Батырханның аяқ астынан бұлай өзгеруінің себебінен бейхабар Аружан түк түсінбесе де жоқ деп айта алмады. Кафеде отырса да, Батырханның ішімдікке тапсырыс бермегеніне таң қалып риза болды. Сөз реті келгенде Аружан Батырханға кезінде өзінің 7 айдай күйеуде болғанын, одан бала көтеріп, кейін өзінің үйінде туған, қазір 5 жастағы ұлы бар екенін жасырмай айтты. Оған пәлендей мән бермеген Батырхан, ол ұлының қазір қайда екенін сұрады. Ұлым сол кішкене кезінен мамам мен папамның қолында. Мені әпке деп айтады, деп Аружан шындығын жасырмай айтты. Сәл ойланған Батырханға ол тұрғанда көп ойланып, керілетін уақытта керек болмады. Бар ойы Айжанның өшін осылай алмақшы болып. Ару, мен сені түсінбеппін. Алдағы уақытта бір-бірімізге деген көңіліміз дұрыс болып тұрса, қалған нәрсенің реті келе берер, деп сол кездесуден кейін Аружанды өзінің квартирасына көшіріп алды. Ал Аружан өзінің квартирасын жалға берді. Асылбек Алматыға Айжанмен бірге келіп, сессиясын жедел жаптырып, оқуын аяқтатып, кей қағаздарын ертерек толтырып алды да, әйелі дипломын алар кезінде тағы да келетін болып ауылдарына қайтты. Айжан сол келгенде қалада тұратын курстас қызынан Батырханның баяғы дәрігеріне үйленгенін, қазір бірге тұрып жатқандарын естіді. Ауылдарына барып, аман-сау тірліктеріне көшкен олар өз жұмыстарымен айналыса бастады. 2 айдан кейін
Айжан дәрігерге көрініп, ауыр аяқтығына сәйкес есепке тұрды. Алайда Айжан ол кезде өзінің құрсағына құмалақтың кімнен түскенін білмейтін еді. Батырхан жас күннен бері көп адамнан өзі туралы қорқақсың, ынжықсың, жігерсізсің, пысық емессің деген сияқты сөздердің неше түрлі қазақша орысша варианттарын естіп өсті. Сырттай қараған адамға артық сөйлемейтін, ырқыл-жырқыл мен ісі жоқ. Қай нәрсені де саралап, салмақтап жасайтын ол әсіресе қыздарға ұнамайтын. Олар оны мамасының баласы ғой, сараң, көкірек, өзінше деп ойлайтын. Алайда Батырхан тіптен басқа адам еді. Әкесі жағынан алып қарасаң, ол өте текті тұқымнан тараған ұрпақ болатын. Атасын айтпағанда әкесі өте сөзшең, әрі өнерпаз еді. Әсіресе өте өнерлі, келбеті келіскен кісі болған соң, көп ішінен көзі түскен келіншектің басын айналдырып алып, айтқанмен жүргізу ол кісі үшін аса үлкен шаруа емес екен. Қызмет бабында жақсы өсіп, керемет көтеріліп келе жатқанда кенеттен суға кетіп қайтыс болады. Денесі көп ізделіп, ақырында 2-3 күннен соң басы қара су платинасына сумен ағып келген жерінде құрған ауға түсіп табылады. Көргендердің айтуынша суға тұншығып жаны қиналып өлсе де, бет жүзінде әдемі күлкі, жымиған күйі жатыр екен дейді. Анасы Зілиха апай болса, аса бір бетінен нұры төгіліп тұрған адам емес болса да, өте сауатты, талапшыл, мектептің еркек және әйел мұғалімдерінің барлығына айтқанын істете алатын. Айқайлап сөкпесе де, зілді қарапайым сөздермен ұрысқан адамның қабырғасын қақыратып жіберетіндей аузы дуалы кісі болған еді. Әкесінен жастай жетім қалып, тек анасының тәрбиесімен өте тәртіпті бала болып өскен Батырханның басқаша болып өсуіне қақысы да жоқ еді. Сондықтан не нәрсе жасаса да, тіпті сөйлесе де азырақ ойланып, сөзді саралап барып айтатынын білмейтіндер ол туралы көбіне басқаша ойлап қалатын. Міне, осындай көбіне томаға тұйық жүретін, аса еш нәрсеге қызығып ұмтылмайтын, Батырханның бағына Аружандай пысық, адамдармен тез тіл табыса білетін, өзіне тиесіліні өзгеге бере қоймайтын әйелдің жолығуы өте оңды нәрсе болды. Батырханның осал тұстарын байқап, ескере білген Аружан арасында еркелеп болса да Батырханның ісіне ықпал жасап отырады. Алайда, мынаны мен істедім, саған жақсылық жасадым деп, еңбегін еш пұлдағанда, бұлдағанда емес. Батырхан жоғарғы оқу орнын бітірген соң, жеке меншіктегі журналда жұмыс жасап жүргенде, жолыққан Аружан әкесінің абыройлы достарын жағалап жүріп, оны үкіметке газетке ауыстырып, одан соң көп ұзамай әкімшіліктің баспасөз қызметіне де басын сұқтырып орналастырған еді. Алайда бұл туралы бейхабар Батырхан, менің өз еңбегім бағаланып, өсіп келе жатырмын деп ойлаушы еді. Әрі Аружанда еш тіс жармай, қайта Батырханды қоштап мақтап қоятын. Міне, менің күйеуім осындай болу керек еді. Соған сәйкес сені де талантты, еңбекқор болғаның соң өсіріп жатыр деп мерейін асырып қоятын. Батыр, Айканың апайын қашан қонақ қыламыз? Біріншіден, алмақтың да салмағы бар, дегендей қызымызға оң көзімен қарайды. Ал шынымды айтсам, о келіншек маған ұнап қалды. Өмір көргендігі мұңлы көздерінен көрініп те тұр. Мен тіпті Айжан апаймен жақын дос болғым келеді, дегенде әншейінде көп сөйлемейтін Батырхан тіпті сасып қалғандықтан не иә болмаса жоқ дерін білмей қалды. Жарайды Ару, керек десең, Айарудың күнделігінде телефон нөмірі тұр ғой, өзің сөйлесте, ұйымдастыра берші. Менің қазір басым басқа нәрсеге қатып жүр, деп қашқақтады. Жарайды қожайын, сіз ұлықсат берсеңіз қалғаны 5 минутный дело ғой, деп Аружан жарнамадан жақсы сервировкасы, дәмді мәзірі бар келісті кафелерді тарақтай бастады. Ой, соңында соншама жұмыс қылып, немене, қаладағы дәмханаларды көрмей жүрмісің? Талайына бардық қой, солардың біріне шақыра сал, тіпті үйге шақырып та құтылуға болады ғой, деп Батыр әдейі айтып еді. Аружан қабағын жиып алып, Батыр, сен тіпті дұрыс жаққа кетіп бара жатқан жоқсың. Айканың апайы ол сенің 2 күннің бірінде әр нәрсені сылтауратып келіп кетіп жатқан нұр отаның емес. Баламыздың болашағына дұрыс бағыт беретін, білгенін үйретіп, білмегеніне бірге жететін ұстазы.
ұстазы жақсының ұстанымы да жақсы болады деп бекер айтылмайды. Сондықтан ондай жандарға құрметпен қарау керек, әрі өзімізде себеппен бірге отырып демалып қайтамыз, деп біраз айтып тастады. Онсыз да іші жек көрмей тек сыр алдырмайын деп сырғақтатып тұрған Батырхан Аружанның мына сөзіне риза болғандықтан жанына келіп отырып, келіншегін қаусыра құшақтады. Негізі, сенің ақылыңның екеуінің тым болмаса біреуін орындап қою керек деп Аружанды маңдайынан сүйді. Христиандар ғана әдетте өлген адамды маңдайынан сүйеді, деді күліп. Мені тек папам ғана маңдайынан сүйетін, дей келе, сүйем десең, ерініміз тұр ғой, добалдай болып, деп еркелеп тағы күлді. Қойшы, қайдағыны соқпа, өлген адамды деп айтпай, добалдай емес, маған сенің ерінің ғана емес, бар денең ұнайды жаным, дегенне майда еріп, тоңдай жібеген Аружан Батырханды мойнына құшақтап, маңдайына түйістіріп тұрып, көзіне қарап біраз отырды. Ару, саған не болды? Деп таң қалған Батырханға сәл үндемей отыр. Сенің қаншалықты шын айтқаныңды тексеріп жатырмын, деді де, болды, өкпеледім, жартысын өтірік айтыпсың, деп қайта жөнделіп отырды. Осы кезде бөлмесінен шыққан Айару қызы, о, әке мен анам паркте отырғандай отыр ғой, немене, жастық шақтарыңыз естеріңізге түсіп кетті ме тапатал түсте, деп күлді. Несі бар, отырмыз өзімізше, сен де біздің жасымызға келерсің қызым, сонда түсінесің жақсы көруді. Деп Аружан орнынан тұрып ас бөлмеге беттеді де, айтқандай, қызым, мен қазір сенің Айжан апайыңмен сөйлесіп, жақсы бір дәмханаға шақырғалы отырмын, деп еді Айару. Иә, дұрыс болар еді, өйткені өткенде апайым менен сіздерді сұрады, ұнап қалғансыздар-ау, деп өзіне ғана дайындаған бір кружке шайын алып, Айару бөлмесіне беттеді. Солай ма? Деп мәз болған Аружан, апайыңнан келесі де, біле салшы, кім көбірек ұнапты, мен бе, жоқ әлде әкең бе, деп онан сайын мәз болды. Иә, жүрейін енді, екі ортағы елші болып, бірақ та тоқтаңыз, әкем көп ұнаған-ау, себебі әкемді екі қайтара сұрады, деп Айару әкесіне қарап көзін қысып қойды. Телефонына қарап отырған Аружан қызының мына сөзін естіп, мені сөйлесін деп жынды қылып отырсың ғой, қу қыз, мейлі, солай-ақ болсын, әкең тоқал қылып алам деп қаласа да қарсы емеспін, деп ары қарай телефонмен сөйлесіп кетті. Алло, саламатсыз ба? Айжан апай жақсысыз ба? Мен Айарудың анасы Аружанмын. Иә, өткенде тойда танысып едік қой. Иә, саламатсыз ба? Есімде, иә, айта беріңіз. Айаруды сұрайын десеңіз, сабағы жақсы, үлгерімі өте тамаша, деген Айжанның әдеттегідей әдемі дауысы тіпті сызылып, сыңғырлап тұрды. Рахмет, қызым туралы ақпарат бергеніңізге. Алайда мен сізді дәмханаға қонаққа шақырайын деп едім. Жақын, танысып, білісейік, дос боламыз, деп Аружан телефон тұтқасын келесі құлағына ауыстырды. Ой, әуре болмаңыздар, әрі басқа ата-аналар көрсе, басқаша ойлап қалар, деп Айжан қашырып еді. Жоқ, ондай ата-аналарға бас ауырта берсеңіз, тез қартаясыз. Айжан апайы сонымен ертең күн жексенбі екен. Осындай уақытта жаңа Меганың жанына келсеңіз, күтеміз. Рахмет, жарайды, деді Айжан. Көптен бері ешкіммен ашылып сөйлеспеген едім. Барсам барайын деген Айжанның телефонның ар жағында ұлына сөйлеп жатырған даусы көңілді естілді. Айжан апайы, мен жаныма Айаруды ертіп барам. Иә, ертіңіз, қарсы емеспін, деген Айжанға, сізде ұлыңызды ерте келіңіз, артығы жоқ, балаларды таныссын. Үмітсіз шайтан, мүмкін құда-құдағи болып қалармыз. Жарайды, әзілім ғой, әзірше сау болыңыз, деп күлген күйі Аружан телефонын өшірді. Аружанның телефонмен хабарласып, дәмханаға шақыруын қабылдаса да, Айжан оның танысайық, дос болайық дегеннен кейін бір нәрселер ойына түсіп, аздап ойланып қалды. Кезінде Асылбек алып қашып, екеуі үйленгеннен кейін Айжан ауыр аяқтығына байланысты орталықтағы емханаға көрініп, автобуспен қатынап жүрген еді. Түс қайта ауылына жүретін автобусқа отыруға автобекетке келсе, жүргінші адамдар көп болып, бос орын қалмапты. Тәуекел,
не болса да амалдап қайта берейін деп тұрғанда, қарсы қатарда отырған әдеміше келген, қара көздері мөлдіреп тұрған өзі шамалас келіншек орнынан тұрып өзіне шақырды. Рахметін айтып, орынға жайғасқан Айжан шаршағанын енді сезініп, жақсы болып қалды. Бұл кезде Айжанның іші кәдімгіде білініп қалған еді. Соны көріп, әлгі келіншек орнын ұсындау шамасы. Автобус ішінде өзіне ұзамай жанында тұрған келіншекке көзі түскенде, оның бұған қарап күлімсіреп, бірдеме айтқысы келіп тұрғанда екенін сезді де, не болды деп сұрағандай ымдап еді. Әлгі келіншек, «Тіс, үндемеңіз», дегендей саусағын еріне тигізіп ымдады. Айжан түк түсінбесе де, жарайды деп келіскенде болды да, жайменен жан-жағына қарады. Бірі қалғып, енді біреуі мүлгіп келе жатқан жолаушылардың ішінен бірді екісі шынымен бұған сұқтана қарап келе жатқандай болды. «Ау, мұншама не болды? Шамасы сырт кейпімде бір нәрсе дұрыс болмай тұр-ау», деп қуыстанған Айжан үсті басын біраз сипалақтады. Онысын байқаған әлгі келіншек, «Жоға, бәрі дұрыс», деп тағы ымдап күлімсіреді. Еш нәрсе түсінбеген Айжан тіпті орнынан тұрып кете жаздады. Сол кезде қарсы бетте отырған үлкен кісі әлгі келіншекке, «Немене, жайына тұрсаңшы», дегендей қабағын түйіп ымдады. Келіншек апайдан кешірім сұрағандай, жарайды деп келіскенде қарсы ымдап еді. Екеуі бірдей Айжанға қарап күлімсіреді. Түк түсінбеген Айжан өзін мылқаулардың арасында келе жатқандай сезініп, не болғанда осы жұмбақтың шешуін табуды ұйғарды. Автобус ауыл шетіне кіріп, 2-3 аялдамадай жүрген соң, әлгі келіншек жанындағы апа екеуі түсуге ыңғайлана бастаған байқап, Айжанды өзінің түсер жеріне әлі біраз бар екен біле тұра, солармен бірге келесі аялдамада автобустан түсіп қалды. Мұның өздерімен бірге түскеніне әлгі келіншекпен қасындағы енесі таңырқап қарап қалды да, әлгі келіншек, «Сіз автобустан ерте түсіп қалдыңыз ғой, байқамай қалмадыңыз ба?» деп сұрады. «Жоқ, сіздермен танысып сөйлесейін деп әдейі түсіп қалдым», деді де, «Жаңа автобуста маған нені ымдап айтқаныңызды толық түсінбедім. Соның себебін сұрайын деп едім», деп беттеріне қарағанда жандағы енесі, «Айттым ғой саған, Жамал, жүрегін жаралайсың деп айтқанмын», дей беріп еді. Әлгі келіншек қайтпай, «Ештеңе етпейді, қайта шындықты білгені дұрыс», деп Айжанға қарап, «Менің есімім Нұржамал, жай ғана Жамал дей берсең болады. Мына кісі менің енем, екеуміз дос қыздардай әңгімелесе береміз», деп күлді. «Мен сенің күйеуің Асылбектің екінші әйелі болғанмын», дегенде Айжанның көздері шарасынан шығып кете жаздады. «Қалайша? Түсінбедім. Сонда қалай екінші?» деп Айжан сасқалақтап қалды. Солай. Ал менің алдымдағы бірінші әйелі Гүлжан, өте жақсы әйел еді. Көрші ауылда тұрады. Қазір отбасы, бала шағасы бар. Сонымен сен үшінші әйелі боласың», дегенде тіпті сасқалақтаған Айжан кейін қарай қаша жөнелгісі келді. «Сонда маған дейін екі әйелі болған ба? Жексұрын екен ғой», деп Айжан жыламсырай бастағанда Жамал, «Жылағандан келер еш пайда жоқ. Боларың болды, бояуың сіңді. Енді мына ішіңдегі балаға қара. Аман сау босанып ал, қалғанын көре жатарсың. Хабарласып тұрайық, дос болайық, айласы қатын мұңдас демей ме?» деді. Айжан тағы аузын аша беріп еді. Жандарына келіп, тоқтаған жеңіл машинадан жас шамалары қатар екі жігіт бұлармен бауырларша амандасып сөйлесіп жатты. Жамалға еркектерше қол беріп амандасқан олар шамасы құрдастары болса керек, қалжыңдаса бастады. «Жарайды, тағы кездесеміз ғой. Мыналар күйеуімнің құрдас достары ғой, қалжыңдай береді. Мен ана көк қақпалы үйде тұрам, қонаққа келсең де болады», деп Жамал әлгі жігіттердің көлігіне заттарын сала бастады. Осы кезде үйге кірген ұлы бірдемелерді сұрап Айжанның ойын бөліп жіберді. «Жарайды, өтеш, өзім тауып бермесем таба алмайсың. Бір жерге қойып едім», деп ұлының сұраған затын тауып беру үшін орнынан көтерілді. «Ие, өмір осынысымен қызық дегенмен, кей тығырыққа тірелген кездерде адам баласының басы қатып кетеді. Шығатын жол таба алмай қиналасың. Тек әйтеуір аман сау өткен соң
еске алуға жақсы демесең, аса жақсы жағдайлар емес екенін түсініп отырған боларсың, оқырманым. Адам айта береді, армандаудан жалықпайды, алайда Алла ғана барлығын өз дегенмен жасайды. Алла айтады екен, барлығын өзім жасайым, алайда пенделерім бір-бірінен көреді деп. Күні кеше ғана Айжан көп нәрсені жоспарлап қиялдап жүрген еді. Қазір болса шым-шытырықтан басы қатып та кетті. Бәрі жұмбақ болып кетті ғой тіпті. Алматының төрінде алаңсыз жүрген Айжанның кішкентай ауылдың ішінде бар өмірі быт-шыт болар деп кім ойлаған. Мойны салбырап, ауыр сөмкесін әрең көтеріп, Айжан орталықтағы үйлеріне әзер жетті. Қақпадан кіргенде алдынан шыққан атасы мұның қуарып кеткен түрін көріп, айналайын-ау, айтпадың ба, алдыңнан шығып күтіп алар едік қой, дегенде Айжан заттарын жерге қоя сала жылай бастады. Немене, айналайын, бір жерің ауырып тұр ма? Не болды? Неге жылайсың? Деп сұрағанымен жауап ала алмаған соң, атасы үйге қарай заттарын алып бара жатып, кемпір-ай, әй кемпір, қайдасың? Қайда құрып кеттің кемпір? Деп айқайға басты. Атын атайын десе кемпірінің аты қаперімде аузына түспей жатты. Әй кемпір-ай, өй әкеңнің аузына сиейін деп, жақын маңда бар боқтықтың бәрін санап шықты. Ау шалау, не болды? Ана көрпені көктеп бітіріп тастайын деп қойып едім. Айтсаңшы енді не болды? Деп кемпірі жас келіншек болып жүрген кезінен еті үйренген шалының айқайымен, боқтығы кемпірі үшін кейде шалынан өмірі естіп көрмеген айналайыны сияқты сезілетін. Осы жолы ерекше ентіккен шалы, не болушы еді, бар ана келіннің бүктеліп жылап жатыр. Әй қара басқыр, үйге емес, шық шарбаққа, келін жерде отыр сонда. Қолыңнан не келет бәрін жаса, осыдан сол іштегі балаға бірдеме болса, ренжімеңдер, бәріңді қырам, жет әкеңнің, аузына сиейін, ептім еттір. Осыдан келін осы баласынан айрылса, кемпір, ептем айт, мен сенен айрылам, дегенде, атасының сөзін естігенде Айжан еріксіз күліп жіберді. Мұнысын көрген атасы одан сайын кемпіріне айқайлап, айттым ғой кемпір, қайдасың келінге бар, байланғыр, тез бар, деп одан сайын кіжіне бастады. Болды, байбалам салма, не болды, өз айтсайш, түсіндіріп. Әй, не түсіндіретін бар, ана келін жылап отыр еді, енді күліп жатыр, көтеріліп кетті-ау деймін, деп шалы одан сайын безектеді. Енесінің көмегімен орнынан әрең тұрған Айжан амалдап үйге қарай жылжи бастады. Кішкене шыда, Айжаным, қазір дәрігерлер келеді, бәрі жүйкеңнің әсері ғой, шыдаш. Жарайды, шыдаймын апа, жедел жәрдем шақырмай қойыңдар, деп Айжан диванға отырып, тағы сәл көзін жұмды. Есігін ашып қолында кружкеде кішкене шайы бар енесі кіргенде, Айжан тағы жылай бастап, апау, Асылбектің үшінші әйелі екенмін ғой, апау, деп көз жасына ие бола алмады. Енесі сәл ойланып тұрды да, иә қарағым, ондай жағдай болғаны рас, біреу болмаса біреу жыбырлап айтады-ау, бәрібір естейді деп, өзім айтып берсем бе деп жүредім. Неге о басты айтпадыңыз, апа, неге жасырдыңыз, бәрібір естейтінімді білсеңіз, қор қылдыңдар ғой мені, деп Айжанның тағы көз жасы домалай бастады. Иә, менің алтындай баламды Алла мойнына сынақ салып, сандалтып қойған рас. Бірақ сен келіп көкірегім жылаудан арылып еді. Айналайын, сабыр қылш, құлдығың болайын, өмірім біткенше садағаң болайын, кетем демеш. Ана іштегі балаң әкесіз болып туады ма? Балаңды аяшы, тым болмаса деп, енесі аңырап жылады. Сәл талықсып, ұйықтап кеткен Айжанның енесі тынысын тыңдап біраз тұрды да, полда жатқан қоңыр орамалды қолына ұстап, бөлмесіне шықты. Үлкен қонақ бөлмені ерсілі-қарсылы кезіп жүрген атасы кемпіріне алая қарап тұрды да, туф, ефтамет, қолындағы сүлгімет, мен келіннің баласы түсіп қалып, соны алып шықты екен деп, жүрегім зуылдап кетіп еді, деп шалы салқын су іше бастады, сәлден соң сыртқа шығып кетті. Кешке жұмысынан шаршап келген Асылбектің арғы бөлмеге кетіп бара жатқан байқап, Айжан, тамағыңды ішіп алсай, сосын жатарсың дегенде, Асылбектің тамақ ішкенмін дегенін естіді де, Айжан хрусталдай шырт сынды. Бөлмесіне артынша ере кірген Айжан, қараш мұны,
бұл тамақ ішіп келіпті. Мен үйде күтіп отырмын, ал бұл тамақ ішіп келіпті. Өй, саған не? Болды Айжан, кет әрі. Немене, қайдан тамақ ішкеніме дейін айтып отырайын ба саған? Айтасың, айттырам. Айжан, қойшы енді, шынымен шаршап тұрмын, деген еді Асылбек. Жоқ, айтасың, қай қатыныңның үйінен ішіп келдің? Бірінші қатыныңмен бе? Жоқ, әлде екіншісімен бе? Айт, үшінші қатының сұрап тұр ғой. Дон Жуаным, деді Айжан кекесін үнмен. Міне мәселе қайда жатыр? Кім айтып үлгерді екен саған? Деп Асылбек тісін шықырлатты. Айтасың ба жоқ па? Деген Айжанға асықпай орнынан тұрған Асылбек, болса да естіген екенсің. Енді барып сол кімнен естісең, соның үйіне барып, аяғына дейін тыңдап кел. Деп мұның омырауынан итеріп, қолын қайырған күйі далаға шығарып жіберді де, есікті іштен кілттеп алды. Барам, әрине барам. Мұны аяқсыз тастамауым керек, деп айқайлағанда Айжанның даусы біразға дейін естіліп тұрды. Сәлден соң үйден енесі шығып, есік алдында бүрісіп отырған Айжанды айналып толғанып үйге кіргізіп алды. Меганың алдындағы автотұраққа кірген апайының көлігін алыстан таныған айыру айтқанды қылмай, алдынан шығып қарсы алуға жүгіріп кетті. Абайла, Айко, деп артынан еріп, Батырханда жарты жолға барып қайтты. Артына қарайлаумен қасына келген Батырханға қарап Аружан. Айканы сылтауратып, сен де апайының алдынан жүгіріп кетті ме деп едім, шүкір қайта келгеніңе, деп сынай қараған кезінде Батырхан, ой, сен де айтады екенсің, не көп көлік жан-жақтан бәрі, деп қипақтағанда Аружан. Жарайды, ақталмай-ақ қой. Ол мінез жалғыз саған ғана емес, жалпы еркектерге ортақ нәрсе ғой, деп күлді де, өздеріне жақындап келе жатқан Айко мен апайына болды қолын бұлғап қошеметтесті. Батырхан бұған қарап, әй, әйелдер-ай, іштеріңде ит өліп жатырса да, бір сыр білдірмейсіңдер-ау, деп ойлап үлгерді. Әдеттегідей беттен сүйіп амандасу рәсімі жасалған соң, Аружан, папамызды жұмысына сіз келген соң кетерсің деп жібермей отырмын. Қош келдіңіз Айжан, аса дайындалмадық та, азды көпті бұйырған дәмнен ауыз тиіп, шай ішейік деп, Аружан дастарханға шақырып, өзі бастап, ішке қарай алып жүрді. Жексенбі күн болған соң ба, бүгін Меганың ішінде адам көп. Сауда және ойын-сауық орталықтары жетіп артылатын осы қалада жұрттың көбісі осы Мегаларға келеді. Өйткені соңғы жаңадан ашылған осы орталықтарда демалыс пен заманауи көңіл көтеру орындары жақсы жабдықталған. Ерінбей екінші қабатқа көтерілген соңда, біраз жүрген бұлар шығыс үлгісімен безендірілген шайханаға келді. Мына шайханаға жетем дегенше, бір шай ішетін уақытта өтеді екен деп, Батырхан барлығын бір күлдірді. Шайхананың шетте оңаша бұрышына ыңғайланып дайындалған столға жақындап келіп Аружан, кәне, дастарханға төрлетіңіз, Айжан апайымыз, дегенде Айжан, рахмет, мен қол шайып келейін деп еді. Қазір мен ертіп апарам, деп айыру ере кетті. Даяшы жеткізіп берген дәмді аспен, хош иісті Кенияның шайының иісі мұрынды қытықтап, шайхана ішінде әдемі әуен ойнап тұрды. Орындықтың арқасына жеңіл суылық күртесін іле салған Айжан. Мамасы, мұнша дайындалып, әуре болыпсыз, рахмет көңіліңізге. Мен бұлай кәделеп отырамыз деп күтпедім. Тіпті үйге қайта барып киініп шығуға да ерініп, фитнес залдан соң суға шайындым да, сол спорттық формамен келе салып едім, енді соныма ыңғайстанып отырмын, деп Айжан күліп еді. Ештеңе етпейді, қайта осылай дұрыс. Себебі, Айка шай ішіп болған соң, жоғарға шығып, апайымен машина жүргізе алатынымды көрсетем деп отыр. Иә, Айко, деп еді. Ол басын изеп мақұлдады. Айтпақшы, Айжан, ұлыңызды ерте келіңіз деп едім. Неге келмеді? Деп сұраған Аружанға қарап, Айжан, ой, қазіргі жастар бізден ары жұмыс басты ғой. Дос баласымен бірге менен бұрын үйден шығып кеткен. Мен сұрағанмын. Иә, анашым, қолым тисе, міндетті түрде соғам. Үй иелеріне менің атымнан рахмет айтыңыз, деген еді. Мүмкін соғар, болмаса өзімізде жаман отырған жоқпыз, деп күлді. Әңгіме айтуға үлгереміз, әзірше астан алып отырайық. Айжан, дәм алдырып отырыңыз, дегенде Айжан, ой, мен уже көп алдырдым, астары дәмді екен,
деп еді. Иә, оныңыз рас. Мен осы тамағына бола осы жерді таңдадым. Аружан да көңілдетіп қалды. Жарайды, өздеріңіз әңгімелесіп отыра беріңіздер. Менің көлігімді көрсетем деп бір автошеберге жазылып қойып едім. Айыпқа бұйырмаңыз. Айжан, әлі кездесеміз деп Батырхан орнынан тұрды. Жарайды жаным, хабарласып тұр. Қайтар кезде хабарласам деп Аружан Батырханның көйлегінің жең жағасын дұрыстап, бетінен сүйген Аружан неге екен белгісіз көз қиығымен Айжанға қарады. Алғашқыда қызғаныш па, әлде құмарлық па, бойын белгісіз сезім билеп кеткен Айжан, бірақ өзін өзі тез жиып ала қойды, білдірмеген сыңай танытып Батырханға қарап: "Сізге де рахмет, уақытыңызды қиып, біраз отырдыңыз", деп ары қарай аярумен сөйлесіп кетті. Батырханнан қоштасса да кеткісі келмей тұрған адамның кейпі анық көрініп тұр еді. Сонда да болса білдірмей: "Жоға, сізге рахмет. Аружанмен хабарласып тұрыңыз. Өйткені менің жолдасымнан көп нәрсе үйренуге болады", деп Аружанға қарап еді. Ол болса: "Жарайды, енді айналшықтай бермей, бар енді", деп ұрысқан кейіп танытты. Батырханның шығу екен. Айжанның телефоны шырылдап қараса ұлы екен. "Иә балам, иә, екінші қабаттамыз. Шайханаға келе бер", деп Айжан сөйлесті де Аружанға қарап: "Ұлым ғой, төменге келген екен. Рұқсат болса күтіп алайын", деп Айжан орнынан тұрып сыртқа беттеді. Айару дереу даяшыны шақырып, стол үстін жинастырып алуды өтінді. Жаста болса Айарудың алған тәрбиесі оңды екені көрініп тұр. Әрі жігіт келе жатырған соңда толқып жүргенде көрінді. Сәлден соң жанына сұңғақ бойлы, шашын қидырған келісті, жарасымды киінген, ұлын ертіп келген Айжан: "Ал біздер келдік, рұқсат болса", деп еді. Сонда ғана бұрылып ұлына қараған Аружан сәл үндемей тұрып қалды да қайта өзіне келіп өтірік шынды: "Ой, қандай сұлу жігіт, келе ғой", деп орындықты нұсқап дәмге шақырды. Анасының тарелкаға салып берген асын қабытып жеп, сусын ішіп отырған ұлына қарап Айжан: "Өтеш, таныса отыр. Мына тәтеңнің есімі Аружан, ал мына сұлу қыз Айару. Бізді бүгін қонаққа шақырушылар". "Иә, танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Өтеген", деді аузындағы тамағын дұрыс жұтып үлгермеген күйі. "Міне, танысқандарыңыз енді дұрыс болды", деп Айжан онысын жуып шайды. "Мен бе қуаныштымын, Өтеген. Алайда Айжан апай ұлыңыз менімен танысуға емес, тамақ жеуге келген сияқты. Қарны ашып қалыпты ғой", деп бәрін ду күлдірді. Өтеген бе қарап қалмай: "Қызбен танысу ешқайда қашпайды. Алдымен дәмді тамақты жеп алу керек", деп шыныменен қарным ашып келбет. "Рахмет, жақсы жедім", деп енді ыңғайланып отырды. "Сен, Айару, олай деме. Еркек адамдардың тамақты көп жегені дұрыс. Тамақ жемесе организмде қайдан күш болады?" Жоғарға шығып Айарудың машина айдаған көріп, арбалет спорт клубында сабақ атып ұпай жинап, жалпы отырыстары көңілді өтті. Айару мен Өтеген залды аралап кеткен кезде әңгіме арасында Аружан Айжаннан жоғарғы оқуын қай жылдары оқып бітірген сұрады. Бір қыздардың аты жөнін атап еді. Айжан оларды білмейтін болып шықты. "Жай сұрағаным ғой, мүмкін менің таныстарымды білетін шығар", деп. Алайда олар қаланың жергілікті қыздары ғой, жатақханада тұрған жоқ. Көбіне жатақханада тұрған қыздар бір-біріне жақын келеді, рас қой, деді де әңгімені басқа жаққа бұрды. Айжан: "Енді міне, жақын таныстық. Қазақы дәстүрде осылай дастарханын жайып дос болады. Біздің отбасымыз осы. Айтпақшы, менің Айкадан үлкен ұлым бар. Құдай берген балам. Бүгін бір жұмыстармен келе алмай қалды. Ендігі жерде араласып тұрайық. Айаруға бірге тілекші болайық. Әрине, ер адамдарға айта алмайтын әңгіме не жағдайлар болса, мынау менің телефоным. Тікелей хабарласа беріңіз. Еш ұяты жоқ". "Рахмет, Аружан, ниетіңізді түсіндім. Алайда біздер ата-аналармен тек баласының оқуы мен тәрбиесі жөнінде ғана хабарласамыз. Достық ниетіңізді қабыл алайын. Бірақ айтайын дегенім, Алла бізді бір-бірімізге жағдай айтып хабарластырмасын", деп еді. "Оныңыз дұрыс. Мен шын ниетіммен айттым. Жалпы есіңізде болар", деп Аружан күлген болды.
Алайда онысы жасанды шыққандай болды. Сәлден соң Айжан ұлын көлігіне отырғызып, үйлеріне қайтты. Көлігіне қарай шығарып салып келе жатып, Айару: "Айжан апай, сізге бүгінгі шай ішу ұнады ма? Тек шыныңызды айтыңызшы", деп сұрады. "Әрине ұнады, жақсы отырдым. Әрі сенің мамаң қара, қаншалықты сарқыт салып берді. Енді үйге барып, өзім оңаша отырып, рахаттанып шай ішетін болдым." "Айжан апай, жасырмай айтайын, менің мамамның кейде артық сөйлеп немесе бір нәрсе сұрап қоятын мінезі бар. Егер көңіліңізге алған жеріңіз болса, айыпқа бұйырмаңызшы." "Жоқ Айка, бәрі дұрыс. Бәріміз де әйелміз ғой. Көп нәрсені білгіміз келіп тұрады. Бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Пендеміз ғой, асыға береміз", деп олары ұзай берді де, қош айтып, ақ жол тілеген Аружан шайхана алдында қала берді. Соңдарынан қарап, сүйсініп тұрған Аружан: "Әзірше бәрі жоспар бойынша келе жатыр. Әлі де шындық толық ашуым үшін шамалы уақыт керек", деп күбірледі. "Иә, өткенге қайта оралайық." Жылап-жылап, залдағы диванда жатып ұйықтап қалған Айжанды біраздан соң бөлмесінен шыққан Асылбек оятып: "Жүр, орныңа жат. Болды, жылама. Егер қаласаң, таңертең өзім бәрін айтып берем", деп еді. "Керек жоқ, айта алмаған басқа әңгімең болса айтарсың. Қазір маған маза берші, демалайын", деп Айжан теріс қарап ұйықтап қалды. "Жарайды, сенің басыңды шатқаныма енді өкініп жүрмін. Таңертең сөйлесерміз", деп Асылбек те жастығына басын қойды. Түнгі терезеден көрініп көшіп жатқан бұлттардың арасынан толығай анда-санда көрініп, бір жаққа асығып бара жатқандай болып тұрды. Таңертең ерте тұрып, Асылбектің шай суын дайындап жүрген Айжан кешегі шу шығарған кейпі есіне түсіп, ата-енесінен, Асылбектен ұялып жүрді. Орнынан тұрып, жуынатын бөлмеге кіріп бара жатқан Асылбекке қарап, жай күлімсіреп еді. Ол да тоқтап құшақтап: "Сені де түсінем, уайымдама, бәрі дұрыс болады", деп бетінен сүйді де ішке кірді. Сәлден соң шай қамын дайындап жүрген Айжан жуынатын бөлменің жартылай ашық тұрған көріп, бет-аузына жаққан көбіктерін қырып тұрған Асылбектің артқы жағынан келіп құшақтап, қатты арқасынан иіскеп тұрды. Сәлден соң амалсыз бұрылған Асылбектің бетіндегі көбігімен ойнап, бет жүзіне ары-бері жаға бастады. Екеуі дым үн шығармай күле бастады. Ата-енесінің бөлмесінің ашылғанын естіген Айжан жуынатын бөлмеден шығылмай қалды да біраз тұрды. Сәлден соң енесінің есігінің қайта жабылғанын естіп, тез шықты да ас бөлмеге кіріп кетті. Енесінің уайымдап дұрыс ұйықтай алмағанын жүрегімен сезген ол одан бетер ұялып жүрді. Сәлден соң бөлмесінен қайта шыққан енесі бұлардың шай ішіп отырған көріп: "Айналайын қозыларым менің, осылай жарасып жүре берсеңдерші, қазір дос адам жоқ, әрі дұшпан", деп сөйлеп өте беріп еді. Айжан енесін шайға шақырды. "Жарайды, ішсем ішейін, түк ұйықтай алмадым. Сосын жатып ұйықтауға тырысармын", деп келіп столға жақындап еді. Айжан енесін төрге қарай шақырды. "Жоқ, осы жерге отыра берем. Ешкімді араларыңа отырғызбаңдар. Кесірі тиет", деп бисмилдасын айтып, нанның шетінен кішкене сындырып аузына салды. "Апа, Айжанды бірнеше минутқа ала тұрайын", деп орнынан тұрған Асылбек бетін сипап болып, "Кешегі жайды түсіндіріп айтам деп едім", дегенде енесі: "Жоқ, еркек басыңды кішірейтіп, сен айтпай-ақ жұмысыңа кете бер. Мен өзім бар шындықты айтам", деп енесі кесесін Айжанға ұсынды. "Жоқ апа, енді ол әңгімеге оралмай-ақ қояйықшы. Сіз мені кешірсеңіз болды апа", деп күмілжіп Айжан төмен қарады. "Айналайын жарығым, сенен ақылды адам екеніңді сезіп едім. Енді көзім жетіп отыр. Алайда шындықты айтылу керек. Біздің елден ұялатын ештемеміз жоқ. Сондықтан білгенің дұрыс", деп сәл күрсінген енесі іштей шүкірлігін айтып, Айжанның бар өнерін салып, баптаған шайын ішіп отырды. "Атам ауырып қалған жоқ па? Бұл кезде тұрып жүруші еді", деп Айжан сұрағанда, енесі: "Ойбуй, атаң бағана таң ала кеуімде тұрып, бүгінгі намазын сонда оқуға мешітке кетіп қалған. Жаймен келем деп айтты", деген енесі. "Келін, қазір Алланың атын атап, саған бар шындықты айтам.
Сенсең сенерсің, сенбесең де айтарым. Кешегі әйелдерден барып қайта сұрап, қадіріңді кетірме. Ұқтың ба? Ендеше сөз тыңда, деп әңгімесін бастаған бүгіндері екеуі де марқұм ата енесін ойлап, қазірде жүрегі қайта толқыды. Айжан ештеме деместен шайын құйып отыра берді. Көзінің қиығымен енесіне қарап қойып, ауырып қалмаса екен деп те уайымдап, егер сізге ауыр тиетін болса, айтпай қойыңызшы дедім ғой. Мені түсініңіз. Сіздің өз аузыңыздан шындықты естігім келеді. Алайда дәл қазір ол әңгіменің қалай өрбейтіні мен үшін маңызы жоқ болып тұр. Сондықтан артық жүйкеңізге тимесін, деп еді. Енесі басын шұлғып мақұлдап отырды. Иә, келін, кім баласын жаман болсын деп тәрбиелейді шырағым. Құдай осы баламның басын шатты да қойды. Әйтеуір, Асылбек өте өнерлі жігіт болған соң, ауылдық клубтың белгілі мүшесі болды. Концертке шығып, қосымша ақша тауып келеді. Кейде тез қайтып келе қояды, ал кейбір кезде апталап келмейді. Осыдан кейін көп ойымдап жүрем. Иә, саған дейін 2 рет некесіз үйленді. Бірінші әйелі Гүлжан осы ауылдың қызы. Екеуі концертке бірге шығатын, бірге қайтатын еді. Екеуінің дос екенін естігенде біз де қуанып, сол қайта құру заманында барымен базар тойын жасап бердік. Ата-анасына жақсы сый-сияпат көрсетіп, кезінде ырзашылығын алғанбыз. Алайда Гүлжан дұрыс бала көтере алмады. Денесіне біткен шарана 4-5 айлығында түсіп қала берді. Алматы, Астана бармаған емші балгері қалмады. Бішкекке де апарып емделген болды. Нәтижесі солай бола берді. Қазақы емшілерге көрсетті. Пайдасы болған ешкім жоқ. Құр ақша шашып қайтып жүрді. Олардың біреуі Асылбекті белсіз деп кінәлапты. Ал оның дені таза, сау деген тексеріс қағазында алып алған еді. Сонымен 5 жылдан соң екеуі келісімді түрде ажырасты. Қазір көрші ауылдың өзінен көп үлкен әйелі қайтыс болған еркекке тиіп алған. Бірақ одан да бала туа алмады. Сол баяғыша түсіп қала берді. Қазір сол еркектің 2 баласына қарап отбасы болып отыр. Иә шырағым, ешкімді кінәламаймын. Бәрі Құдайдың қолында. Содан Асылбек бойдақ болып ұзақ жүрмеді. Сол ауылдың ансамблі мен Асылбек концертіне арасында асаба болып беті шырғыды шығып жүрді. Ән айту өнері өз жағынан да, нағашы жағынан да бар. Сонан бір күні сол сапарға бірге шығып жүрген баламнан 12 жас кіші Жамал жылап еңіреп, Асылбектен 2 қабат болып қалдым деп, маған үйге келді. Арасында алмаса соттатам деп қояды. Сол кезде ол Қызылордада біраз жұмыс істеп, аяғында ауылға келіп жүрген кез еді. Асылбек алмаймын деп басын ала қашты. Тіпті болмаған соң, ауылдағы учаскелік милицияны ертіп бірге үйге келген соң, әкесі Асылбекке балам сотталып кетерсің, не болғанда үйлене бер, арғы жағын көре жатарсың деп ұрысты. Жамалдың әке-шешесі қайтыс болған. Аға жеңгесінің қолында тұратын еді. Жұрттан ұят деп, жеңгесінің қолына алтын жүзік тағып алып қашу жолымен Асылбекті әрең үйлендірдік. Жамал көп ұзамай мінез шығара бастады. Үйде келін емес, бейне бәріміздің бастығымыз сияқты сөйлеп, билеп төстейтін болды. Мен жарайды жас қой, түсіне жатар деп ойлап, аса үндемейтінмін. Біртіндеп басқа шығып, Асылбектің жүріп тұруын шектеді. Асылбек айтқанын қылмаса, өшін біздерден алатын еді. Яғни бізге тиісіп, ұрыс керіс шығаратын. Біз болсақ үндемей Асылбекке зияны тиер деп айтпаймыз. Дүкендерге көп қарызданыпты. Саудамен айналысатындар үйге қарызын сұрап, бізге келетін болды. Біз білмейміз деп, бірде қашқалақтаймыз. Енді бірде бере саламыз. Әйтеуір үйдің берекеті кете бастады. Маған аяғым ауыр деген еді. Біраз уақыт өткен соң сұрасам, баланы түсіріп алдым деген еді. Асылбекке айтсам, өтірік айтқан екен. Күйеуге шығып алу керек болған ғой деп ашуланды. Бала көтермей жүрді. Сөйтсем, Асылбек әдейі көтергізбей жүр екен. Дәрі ішемін деп, өзі ауырып қалама деп ойымдадым. 2-ші жылы Асылбек Жамалдың ағасымен сөйлесіп, үйіне апарып тастады. Иә, содан көп ұзамай КамАЗ Жамал деген аты шыға бастады.
Ауылдың жанына қаладан келіп, асфальт жол салушылармен әуей болып, солардың камаздарынан түспейтін болған соң, жұрт сыртынан солай атайды екен. Бір күні үйден өз еркімен кетіп барып, көзіміз ашылды. Ажырасқан жігітке күйеуге шығып, бала туып алды. Сыпсың сөздер әлі де әңгіме қылады. Мен өз басым көзіммен көрмеген соң, еш нәрсе дей алмайым. Міне, 2 рет үйлену тарихы осылай шырағым. Апа, мені де түсініңіз. Қайдағы бір көшеде кездескен әйелден түсіме де кірмеген әңгімені есту мағанда оңай болған жоқ. Не болмаса, алдын ала не балаңыз, немесе өзіңіз болып, еш нәрсе айтпаған едіңіздер. Сондықтан естіген кезде өмірден бас кешіп, жынды боп кете жаздадым, деп Айжан үндемей қалды. Түсінем, алтыным, айқайлап айтатын әңгіме емес, сағанда қалай айтсам екен деп ойлап жүретінмін. Алайда КамАЗ болса да, бізден бұрын айтып үлгерген екен. Енесі КамАЗ дегенде Айжан еріксіз күліп жіберді. Солай қарағым, семья сенікі, абырой да сенікі. Ақты қара қылу оңай, ал бірақ қараны ақ қылу, яғни ақиқатқа жүгініп, азаматының абыройын ел алдында көтере білу екінің бірінің қолынан келмейді. Ақырын жүріп, анық бассаң, адаспайсың айналайын. Біздің саған деген көңіліміз ақ. Аман есен ұрпағымызды жалғастырсаң, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Азаматына абырой алып беру деген осы. 40 күн аштықты ұмытып, бір күн тойынарсың, ал бірақ та 40 күн тотыққан соң, бір күн аш болған қиындау болады қарағым. Тек өзіңе сен, азаматың мен босағаңа сен. Осы әңгімеден кейін Айжан қайдағы бір көшеде кездескен әйелдің айтқанына еріп, абыройсыздыққа ұрынғанына Алла ақылға келтіріп, онсыз да көңілдері көпті, жүректері мұңлы жандарды жаманатты қылмағанына шүкірлік етті. Арада 3 ай уақыт өтті. Жапырағын желмен ұшырып, қоңыр салқын күз келді. Дегенмен ауа райы бірде суық, бірде жылып, жауыны мен бұршағы араласқан беймаза күндер басталды. Асылбек алаңсыз Айжанның жағдайына қарап, қабағы сәл кірбің тартса, қоса қиналып, босанар күні жақындаған сайын сары уайымға түсіп жүрді. Алайда жұмысынан келіп, есіктен кіре сала жағдайын сұрайтын Асылбектің өзі аяқ астынан ауруханаға түсіп қалды. Алдында кеуде тұсын уқалап, осы жерім аздап шаншы деп жүретін. Айжан қанша айтып, дәрігерге көрінсеңші дегенде, сен аман есен босанғанша шыдаймын. Сосын алаңсыз жатып емделем деп, өзінің айтқанынан қайтпайтын. Күздің жауынды күні көлігі бұзылып, далада қалып, үйге өте кеш келді. Түнімен жөтеліп, ыстығы көтеріліп, мазасы әбден кеткен соң, жедел жәрдемді шақырып, олар науқастың жағдайын көрген соң, қалдырмай орталық ауруханаға алып кетті. 2 өкпесі қабынған деген диагнозбен тіркеуге алынғанмен, аппаратқа жатқызуға сыр беріп жүрген жүрегі шыдамапты. Дәрігерлер қолдан келгенді жасадық дейді. Сүттей үйіп отырған отбасы аңырап қалды. Анасы бұл қазаны көтере алмай жатып қалды. Асылбекті жерлегеннен кейін 2 күн өткен соң, іші ауырып, Айжан перзентханаға түсті. Дәрігерлер кеңесіп, әлі толық мерзімі жетпеген деп қорқа соғып, кесарьва жасап баланы аман алып шықты. Иә, бір қайғы бір қуаныштан тұратын өмір ғой. 2 күн бұрын арыстай азаматынан айырылып, қайғы басқан үйге көршілер бүгін бауы берік болсын деп айтып келіп жатты. Арада 20 күн өткенде Айжан баласын құшақтап аман сау оралды. Алдынан шығып қарсы алған атасы құндақтаулы баланы қолына алып, барлық бөлмені аралатып шықты. Соңында диванда төсегінен тұрып, әрең отырған әжесіне әкеліп берді. Құмарланып, қайта-қайта иіскеген енесі, атасы атын қойып, батаңды берсеңші деді. Атасы, немеремнің атын Өтеген деп қоям. Алланың мені алдырқатып, әкесінің өтеуіне берілген балам ғой, деп батасын берді. Атасының айтқан ақылы бір нәрсе ғана болды. Келін шырағым, көп түңіліп, ойлана берме. Менің көп ойланатын уайымы мына енең болып жүр. Осы кісінің жағдайын ойлауымыз керек. Жас еместігімізді есептеп қарасақ, Құдай айтқанды қылса, алдымен мен кетуім керек. Апаңа қара. Әрине қарап отыра алмайсың. Апаң мен Өтештің жағдайын бірінші ойла. Осы уақытқа дейін
тергенімізді айтпағанда жиған мал теке жетеді. Құдайға шүкір, қайыр сұрап кетпейміз. Сыртта жүргенімен қораға келіп тұратын малды ескертіп отырып азайт. Керегіңе жарата бер, қарсылығым жоқ. Салатын жерлерге әлгі не дейтін еді, депозитке сала бер. Өтештің ертеңін ойла. Қорадан шығып кетсе, жоғалатын малды немеремнің жолынан аямаймын. Бірақ көзің ашық қой, ақылмен жаса. Апаңның атынан ашып қойғанда біраз дүние бар. Қатарыңнан кем болып, қиыншылық көрме қарағым. Бізді өлсек көметін сенсің. Сондықтан саған сенем. Деп атасы аманатын айтқанда, Айжан тіпті қалай болу керектігін білмей қалды. Бір күні атасына, ата, мектепке барып жұмысқа сөйлесіп едім. Директор, маған дәл қазір орыс тілі және әдебиеті маманы керек болып тұр. Егер барып сырттай болса да түсіп, қағазын алып келсең, жұмысқа алам деді. Содан соң деп сұраған атасына, газеттен екінші диплом, яғни екінші мамандық алуға шақырған хабарландыру оқып отырмын. Әрі бар болғаны 2 жыл ғана оқиым, деп еді атасы. Сонда Шымкентке барасың ба? Деп сұрады. Ата, қазір сол оқу орнында кезінде бірге оқыған жақын құрбым қызмет істейді. Сонымен сөйлесіп едім, қуана келісті, деп мәз болды Айжан. Ал баланы не істейміз? Жарайды, апаңа қарармын, баланы баға алмайым ғой, деп қиналды атасы. Ата, бәрі дұрыс болса, өзімен бірге ала кетем. Квартирамен күтуші жалдаймын. Қазір ондай шаруаның өзекті қиындығы жоқ қой. Қайдам шырағым, айлап кететін болсаң, әй баланың жағдайы бола қоймас, деп еді. Айжан, ата, уайым қылмаңыз. Ұзақ оқып басынан аяғына дейін жүре бермейміз ғой. Шымкентский вариант қыламыз. Өйткені ол жақта ешкім оқу оқып үйренбейді. Тек өзіңіздің талпынысыңыз ғой шешетін. Дегенде атасы да мәз болып, біздің Шымкентте бәрі жасауға болады. Жақсы ғой, деді де артық сөзге бармады. Сонымен Айжан Шымқалаға барып, шаруаларын реттеп келді де, бас аяғы 1 айда жұмысқа шығып кетті. Сағаты да біраз болып, айлық жалақысы да оңды шығып жүрді. Үй арасы алыс болмаған соң, баласын жүгіріп келіп емізіп, енесінің жағдайында жасап кетіп жүрді. Атасын ертіп барып, жаңадан шыққан кір жуатын автомат машинаны кредитке алғызды. Неге кредит? Толық төлеп ала бермейміз бе? Деп сұраған атасына, үндемеңіз дегендей, көзін қысып қойып, дүкеннен шыққан соң атасына, ата, бөліп төлеп алған тиімді. Болса да беріп тұр ғой, ақшаны шаша бермеуіміз керек. Деп айтқанына да атасы түсінбесе де дұрыс екен дей салды. Кешке атасына машинаны түсіндіріп, кірді саралап салып болған соң, тек мынаны ғана басас деп айтқанда, атасы таң қалып, о, Құдайдың құдіреті деп ырза болды. Осылай үйдегі жұмыстарын техникаға артып, жеңілдеп алған соң, өтешке де қарауға мұршасы келіп жүрді. Өтеш күн өткен сайын қылық шығарып, атасына алданыш бола бастады. Енесі марқұм қанша ауырып жатса да, баланың даусы шықса, орнынан тұрып іздеп кететін. Еңбектей бастағаны қосымша қиындыға келе бастады. Себебі, бұрынғыдай бір орында жатпай, есік ашық қалса еңбектеп далаға шығып кететін, өнер шығарғалы, атасы риза болып жүр. Мені іздеп жүр ғой деп, қуана қолын алып тастамайтын. Енесін арулап, жерлегелі, артынан Құран оқып, шелпек бауырсақ пісіріп отыруды Айжан қалыс қалдырған емес. Арасында Динара досына қыдырып барғалы, оның айтуымен көлік алғысы келіп жүрсе де, атасына қалай айтуды білмей жүрді. Бір күні Айжанның неше жылдан төсек тартып жатқан әкесі қайтыс болып, соған атасы екеуі артынып-тартынып, Ұзынағашқа барып қайтты. Алматыдан қайтар жолда атасы, шырағым, дүние қапылып кетсе де, көлік алып, үйреніп алшы, жүргізіп жүргендерде сен сияқты келіншектер ғой деп, сөз бастап елге келген соң, тағы да несиеге көлік алып алды. Атасының жүре тұруын Құдайдан күнде тілеп, оқыған дұғасына қосып жүрген Айжанның кейінгі кезде көңілінде күдік кіре бастады. Егер ол күдігі расталса, алдымен атасының, қала берді, басқаның бетіне қалай қарайым деп қорқып жүрді. Асылбектің анасының әруағы мен атасының алдында арылмас күнә болар нәрсенің соңғы нүктесін қалай қоюды білмей жүрді. Айжан мен сол жолға кездесуден кейін
Аружан үйіне екідай сезімде қайтты. Бір жағы салихалы, сауатты, өзіне тән ешқандай бояу қоспасы жоқ әдемілігі бар мұғалім Айжанмен танысқаны болса, екінші жағынан білдірмей сұрап білем деген біраз сұрақтарына жауап алып қайтқан еді. Үйіне келген соңда оңашада отырып, Айжанның Алматыда оқыдым деген студенттік жылдарының мұның ойлаған межесінде дөп келетіні болса, алғашқы қосылған жылдары Батырханның түнде төсекте Айжан деп әлдекімнің атын атап шақырып шығатынына еріксіз көнген жылдары есіне түсті. Әлі күнге дейін күйеуінің сол қылығын бетіне салық қылып айтқандай емес. Санасында жаңғырып, ойласа жыны келетіні сол жылдары сергелдең болып, әлдекімнің амалсыз айтқанына көніп, айдауында жүргені болып тұрды. Ақыр аяғы Айжанның ұлы Өтеген шайханаға кіріп келгенде, төбесі тесік жандар тез ұғатындай, мына бала мен Батырханның арасында сәйкестік барлығы сөзсіз сезіліп те тұр еді. Өтегеннің өткір көзі, қыр мұрыны, қою оюлы қабағы мен күлгенде ғана пайда болатын бетінің шұқырына дейін зерттеп, мұның қайта-қайта қарап отырғанын Айжанды сезді. Себебі екеуінің көздері түйісіп қалған сәтте күле отырып, мұның алдын орап, менің ұлыма соншалықты қарадыңыз ғой, көзіңіздің өтетіні жоқ беді, дей отырып, әңгіме ауанын неге басқа жаққа бұрып жіберіп отырғанын енді жобалап отыр. Алайда бұған бола Аружан ашуланып, не болмаса қызғаныштан жанып бара жатқан ештемесі жоқ еді. Мұның жанын жегідей жеп, ұтымды сәтті үйлестіре алмай жүргені тіпті басқа шаруа еді. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Каналыма тіркеліп, әңгімеге лайк басып, төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.